Қасиетті Құрбан айт күнінде еліміз бойынша құрбан шалу рәсіміне қатысты үйлестіру жұмыстары жоғары деңгейде өтті. Үйлестіру жұмыстарына бекітілген Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы қызметкерлері күшейтілген режимде жұмыс істеп, өз міндеттерін тиісті деңгейде орындады. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының абай өкілдігінде құрбан шалып жатыр. Бұл құрбандық енді заманауи онлайн және офлайн түрде жүріп жатыр. Бұйырса міне Раббың үшін құрбан шал акциясына салысып осылайынан мұқтаж жандарға бұйырса осы шалынған құрбандар таратылады, Алла қаласа. Осы атсалысқандарыңызға Алла разы болсын, шалған құрбандарыңыз қабыл болсын. Жұмыс барысында санитарлық талаптардың сақталуы қатаң қадағаланды. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының ұйымдастыруымен біз өзіміз жеке бір бойняны ашып, соның арендасын алып, ол жерде бүкіл шариғат талабын сай союға әрекет қылып жатырмыз. Енді біз халыққа неге мына жерге сойып жатыр, неге бұлай деген адамдардың арасында сұрақ болуы мүмкін. Өзге жерде кішігірім бағамен ойнау бар. Ерекше жаңағы мал сойғанда өте қымбат алу деген, немесе сойған кезде малды қинап сою, жаны шықпай жатып басын жұлып алу деген сияқты. Осындай нәрселерге жол бермеу үшін біз сол шариғат талабына сай, енді адамдардың бұл жылына бір келетін құлшылығы ғой. Сол жылына бір келетін құлшылығын дұрыстап, бір өзінің дәрежесінде өткізсін деген ниетте осы нәрсені істеп жатырмыз. Облыс бойынша Құрбан Муфтият KZ сайтына қашықтан құрбан шалуға тапсырыс берген азаматтардың уәкілдік құрбандығы толығымен орындалды. Осы уәкілдік құрбандығының есебін қажет еткен жандарға атқарылған іс-шаралардың фото-видео мәліметі толық жіберілді. Биылғы Құрбан айтта Абай облысы бойынша Раббың үшін құрбан шал акциясы барысында 1024 қой, 92 ешкі, 102 ірі қара мал құрбандыққа шалынды. Сондай-ақ құрбандық еттері облысымыз бойынша мешіттерімізге қайырымдылық көмек сұрап өтініш берген 3167 мұқтаж отбасыға таратылды. Алла тағала біздердің бүгінгі қасиетті құрбан айт мерекелерімізді құтты берекелі қылсын. Осы халықтың жағдайына бір көмектесейік, бір жәрдеміміз болсын деп осы құрбан шалған азаматтарымыз бар. Сол құрбан шалған азаматтардың қарасы Аллаға шүкір аз емес. Бүгінгі күнде сіздер де міне келіп жатсыздар. Отбасы жағдайлары жаңағы мүшкіл болған сондай азаматтарға етті таратайық деп, міне сол еттеріңіз сіздерге жеткізілді. Мына мешітімізге де Аллах разы болсын, әрдайым қол ұшын беріп, тамақты тамақтай, мына етті еттей, қап-қап ұн, қап-қап қант, қап-қап рошки не керек халықты қиналып отырған жамағаттарға әрдайым қол ұшын беруде. Екінші топ мүгедегімін, құрбан айт болсын, ораз айт болсын, осы Абай мешітінен көп көмек алып отырмын. Бүгінгі құрбан айт қабыл болсын. Бүгінгі Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының ұйымдастыруымен беріп жатқан садақа қабыл болсын. Өзім көп балалы анамын, өзімізге осылай ет беріп жатыр, Алла разы болсын. Одан бөлек 18 мекемеге көмек берілді. Аружан Берікқызы, Мұхаммад Мұратбек, арнайы Мұнара үшін.